Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы микробтар экологиясы, қоршаған орта мен емдік профилактикалық мекеменің микрофлорасы, стоматологиялық кабинеттегі микробтық ластану аймақтары, адам организмінің микрофлорасы, дисбактериоз, халитозис. Адам ағзасының қалыпты микрофлорасы. Қалыпты микрофлора дегеніміз дені сау адамдардың белгілі бір денесінің аймақтарында қалыпты мөлшерде жиі кездесетін микроорганизмдер жиынтығы. Белгілі бір ғана тән микрофлора индегенді деп аталады. Оның бірнеше тұрақты бөлімін айтуға болады. Облигатты, факультативті деп екіге бөлінеді. Адам ағзасы мен жануарлардың микрофлорасы эволюциялық процесс кезінде микрофлора мен микроорганизмнің өзара байланысты нәтижесінде үзіледі. Ағзаның әр облысы үшін белгілі бір микрофлора тән. Жаңадан туылған нәресте стерилді, ал 16 күндердің ішінде сағаттан кейін оның ағзасында бірқатар микробтар табуға болады. Адам денесінің қалыпты микрофлорасы дені сау адамдардың ағзасында кездесетін микробтық биоценоздың жиынтығы адам денесінің қалыпты микрофлорасын құрайды. Қалыпты микрофлора туралы түсінік. Адам ана құрсағында жатқанда ғана стерилді болып келеді. Туылған кезден бастап микроорганизмдер ене бастайды. 3-ші айдан бастап патогенді микрофлора енеді. Адамның жалпы 14, 16, 500-дей бактериялар түрі кездеседі. Қан, лимфа, ішкі ағзалар, қуық, жатыр, бронх, өкпе, кеңірдек адам организмде стерилді болып келеді. Қалыпты микрофлораға дегеніміз әртүрлі ағзалар мен жүйелердегі түрлі микробтардың сапалық және сандық арақатынасы. Олар адамның денсаулығын сақтауына қажетті биохимиялық, метаболизмдік және иммундық тепе-теңдікті ұстап тұруына қатысады. Ауыз қуысының микрофлорасы. Олар бірнеше түрге бөлінеді. Ауыз қуысы көптеген микроорганизмдердің негізгі кіретін қақпасы, негіздік реакциясы, тамақ қалдықтары және термостатты температура. Осының бәрі олардың дамуына ықпал жасайды. Көптеген кездесетін микрофлоралар стафилококктар, стрептококктар, нейсериялар, тағда басқалар. Ауыз қуысының микрофлорасы өте бай, құрамы бактериялары, саңырауқұлақтары, вирустар, қарапайымдылар. Микрофлораның көптігі оптимальды температурасына байланысты, pH-ына, қоректік заттың молдылығына, оптималды ылғалдылыққа байланысты. 1 мл сілекейде 10-7 дәрежесі анаэробтар кездеседі, 10-8 дәрежесі анаэробтар кездеседі. Микробиоталарға түсінік. Дұрыс құралған микробиота балалар организмінде иммунды жүйені қалыптастырып, колонизациялық резистенттілікті ұстап тұрады. Дисбиоздық микробиота иммунды жүйе қызметін бұзады. Тағамдық және микробтық антигендерге ауыз қуыстық толеранттылықты танытады. Қалыпты микрофлораның маңызы, жағымды қасиеттері, қорғаныштық қасиеті, детоксикалық қасиеті, синтездеуші қызметін атқарады, қорытушылықты, зат алмасуына қатысады. Ауыз қуысының микробиоценозы. Ауыз қуысының басым көпшілігі бактериялар болып табылады. Зерттеу нәтижелерінде адам ағзасында бактериялардың саны 120-200-ге жетеді. Ауыз қуысындағы бактериялар саны асқазан ішек жолдарындағыдай, сілекейдегі микроорганизмдер 1 мл-де 4 миллионнан 8 миллионға дейінгі құрайды аралықта. Ал тіс шегінде 10-нан 10 миллионға дейін.
Ауыз қуысының экологиялық орта ретінде бірнеше биотоптарға бөлуге болады. Ауыз қуысының шырышты қабаты, сілекей безінің сілекейлі бар өзектері, тіс сұйықтығы, ауыз сұйықтығы, тіс дағы. Ауыз қуысының микрофлорасының жастық ерекшеліктері. Бактериялардың алғашқы ауыз қуысының енуіне байланысты баланың туылу жағдайда болады бұлар. Алғашқы микрофлора қатарына лактобацилла, энтеробактериялар, коренобактериялар, стафилококктар мен микрококтар кіреді. Баланың бір ай кезінде ауыз қуысында аэробты және факультативті анаэробты бактериялар болады. Балаларда бұл анаэробтардың тіршілігі үшін қажет тіс қатарының болмауына байланысты. Ол кезде ауыз қуысының тіршілік ететін микроорганизмдер, стрептококктар, лактобактериялар, нейсериялар кездеседі. Көбінесе 4-ші айда ауыз қуысының шырышты қабатының қатарына біраз анаэробты және де фузобактериялары кездесуі мүмкін. Ауыз қуысының микрофлорасының жастық ерекшелерін айта кететін болсақ, тістің шыға басталуы микроорганизмдер сапасын бірден өзгертеді. Спирокеталар мен бактероидты ауыз қуысының тек 14 жасында пайда болады. Ересек адамның ауыз қуысының микрофлорасының өзгеруі стоматологиялық аурулар немесе тіс жұлудың және протездің алмастыруымен немесе ағзаның жүйелі ауруларының болуымен байланысты. Алмалы-салмалы протез кезінде ерекше өзгереді. Негізгі алмалы протездер шырышты қабаттың қабынуы, протездің стоматитке әкелуіне соғады. Протездің қабынудың барлық аймағында болуы сілекей бөлінуінің бұзылуына келеді. Сілекейдің иондық құрамы немесе пашның ортасының өзгеруіне, шырышты қабатының бетінің температурасы 1-2 градусқа көтеріледі. Енді бізде дисбактериоз. Дисбактериоз дегеніміз не? Ауыз ішек микрофлорасының сандық немесе сапалық құрамының өзгеруіне байланысты дамитын клиника зертханалық синдромды айтамыз. Соңынан зат алмасу мен иммундық бұзылыстар дамиды. Бұл асқазан ішек жолдарының бұзылуына алып келеді. Дисбактериоздың бірнеше дәрежелері бар. Бірінші дәрежесі бифидобактериялар немесе лактобактериялар, эшерихиялар саны 1-2 деңгейге төмендеуі немесе эшерихийдің 1-2 деңгейге санының көтерілуі. Бұл бірінші дәрежесі. Екінші дәрежесі гемолитикалық эшерихиялар және де басқа шартты патогенді бактериялардың саны 10-5-7 дәрежесіне жоғарылауына немесе патогенді микробтар мен түріне байланысты 10-4-5 дәрежесі болуы мүмкін. Үшінші дәрежесі шартты патогенді микроорганизмдер 10-6-7 және де одан да жоғарыға шектен тыс өсуі мүмкін. Бактероидтардың осы айта кететін болсақ, дисбактериоздың қалпына келтіруінде және емдеуінде қолданатын препараттар пробиотиктер, пребиотиктер, антибактериалды белсенділікті бар фактор кіреді, энтеросорбенттер, ферментті препараттар және де витаминдер. Дисбактериозды қорытындылай келе, барлық зерттеу нәтижесін журналға тіркейміз. Арнайы бланк толтырып пациентке және дәрігерге беріледі. Бланкты қалыпты микрофлора өкілдері норма және пациент кезіндегі бірге көрсетіледі. Салыстыру бағалауы. Қорытындысында дисбактериоздың дәрежесі көрсетіледі. 1-ші, 2-ші, 3-ші. Нормада нақты микробтардың ауытқулары және врач-бактериологтың ұсыныстары беріледі. Мына жерде суретке қарап сіздер көрулеріңізге болады. Енді келесі біздің тақырыбымыз халитозис. Халитозис ол ауыз қуысында жағымсыз иістердің көптеген ауыз қуысының
жағымсыз жағдайда бірі болып келеді. Адамдардың 70%-інде кездеседі. Бұл жағдайдың себебі әртүрлі жағымсыз әдеттер ауруларды, сондықтан ауыздың жағымсыз иісі денсаулықтың нашар екендігін білдіреді. Халитозис, диабет, бауыр, қызыл-ек ауруларының, бүйректің жеткіліксіздігінде, синусте, туберкулезде, эмфиемада, созылмалы гастритте, өңеш жарығында, бронхитте ауруларында кездеседі. Халитозис спирттік ішімдіктер ішкенде, темекі шеккен адамдарда жиі пайда болады. Енді келесі тақырыбымыз біздің стоматологиялық емханаларды, кабинеттерді күтіп ұстауға қойылатын санитарлық, эпидемиологиялық талаптар. Хирургиялық стоматология кабинеттерінің жұмысы таза және іріңді араласулар, ағындылардың бөлуді ескере отырып ұйымдастырылады. Әр стоматологтың кабинетінде стерилді материалдар мен құрал-саймандарға арналған үстел немесе құрал-саймандарды сақтауға арналған бактериоцитті камера орнатылады. Кабинеттердің бактериоцитті сәулелегіштермен немесе басқа да ауаны тазартып, зарарсыздандырып отыратын құрылғылар жабдықтайды. Тыңдағандарыңызға рахмет.